Шағын және орта бизнестің экономикалық белсенділігінің өсуіне қолайлы жағдай жасау және дамыту бағытында бірқатар шаралар атқарылуда. 2024 жылы облыста тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 68 мың бірлікті құраса, оның ішінде жұмыс істеп тұрған субъектілердің саны 63 мың бірлікті құрайды. 24 жылдың 3 тоқсан жағдайында жұмыспен қамтылғандар саны 152 мың адамды құраса, олармен өндірілген өнім көлемі 4,2 триллион теңгеге жетті. Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау бағытында өңірде субъектілері төмендетілген несиемен қамтамасыз ету мақсатында түрлі мемлекеттік және жергілікті бағдарламалар жүзеге асырылуда. Қазіргі таңда сұранысқа ие бағдарламалардың бірі бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы. Бұл бағдарлама шеңберінде 2024 жылы бюджеттен 12,7 миллиард теңге қаржы бөлінді. Нәтижесінде несие сомасы 60 миллиард теңге болатын 1323 кәсіпкер қолдау тапты. Олармен алдағы уақытта 1000-ға жуық жаңа жұмыс орны құрылатын болады.